Министр мырза, сізге сауалым. Баймедиа ақпараттық агенттігіне жеке тұрғындар мен экологтар хабарласып, экологиялық жағдай бойынша шағым білдірген еді. Астананың іргесінде Қояндының маңында кезінде топырағы қазылып, үлкен-үлкен карьерлер пайда болған. Бүгінгі таңда жеке азаматтар сол карьерлерді меншіктеп, ақылы түрде қоқыс қалдықтарын қабылдап жатқандығы жөнінде бізге ақпарат түсті. Енді біз барып көзімізбен көрген жағдай, жеке азаматтар шлагбаум қойған, сырттан күдікті машиналар келген жағдайда тіршілік тоқтай қалады. Әуеден дрон арқылы көргенімізде үлкен көлемде қоқыстар қабылдап жатыр. Ол жердегі қоқыс ауқымы, қоқыс көлемі енді көзбен көрсе тіптен қорқынышты. Ертең күні қандай жағдай болатындығы қорқынышты. Енді бізде бар ақпарат бойынша экологиялық қоқыс қалдықтары әрбір қоқыс тасымалдаушы көліктерден 3,5 мың теңгеден тариф бекіткен. Ал ол жердегі жаңағы жеке азаматтар ешқандай қоқыс қалдықтарын өңдемейді, тек қана қабылдап алып жатыр. 500 теңгеден рейс басына тариф қойған. Нәтижесінде Астана қаласындағы көптеген қоқыс тасымалдаушы компаниялар сол жерге барып 500 теңгеге қоқыстарын тастап кетіп жүр. Қоқыс ауқымы, тағы да айтам, өте үлкен көлемде. Қолымыздағы бар материалдармен біз бөлісуге дайынбыз. Аталған жағдай бойынша хабарыңыз бар ма? Былай ғой, мына дәл қазір осы бағана қоқысты сол жерге апарып төгуге бағанағы қаражат алу мәселесі бойынша бізде мағлұмат жоқ. Осы бүкіл деректеріңізді беріңізші. Бір жалпы шлагбаум қою, анау карьерді заңсыз пайдалану, оның бәрі біздің құзыретімізге жатпайды. Бірақ дегенмен де сіз бағанағы мағлұматтар беріңіз, біз тексеру ашамыз. Өзіміз жақтан да, сосын әріптестерімізге де бұл мағлұмат береміз. Бұл жерде енді өте үлкен көлемде қоқыс жатыр, және олар ешқандай өңдеп жүріп жатқан жоқ. Енді сіздің кішігірім ғана өтініш, мәселен, жауапты комитет, жауапты қызметкерлерді бөлсеңіз, түсірілім тобымен бірге барып жұмыс жасауға дайынбыз. Пресс-служба бізбен байланыса қойса, қандай компанияның көліктері де кіріп жатқаны бізде съемкіде бар.